Керемет рақым. Бір кісінің күнәсі арқылы бүкіл адамзат ажалды болды. Ал Құдайдың рақымы және оның бір кісінің, яғни Иса Мәсіхтің рақымы арқылы берген сыйы одан қаншама зор. Римдіктерге арналған хат 5 тарау 15 аят. Бірде Ұлыбританияда діндерді салыстыру тақырыбында конференция болыпты. Бүкіл әлемнен келген сарапшылар мәсіхшілік сенімнің қандай ерекшелігі бар деген сұрақ жайында пікірталасқа жиналған еді. Осы ерекшелік қайта тірілу болғаны ма? Жоқ, басқа діндерде қайта тірілу жайында айтады ғой. Ендеше сауықтыру ма? Жоқ, басқа діндерде сауықтыру кереметтері жайлы айтады емес пе? Сол кезде Клайв Льюис: бұл оңай сұрақ. Оның жауабы мынадай: мәсіхшіліктің ерекшелігі рақым, деп сол пікірталасты тоқтатқан екен. Сізге бұрын Құдай өзіңізді оңайлықпен кешірмейді деп үйретілген болса, онда сізге рақымның шынайы екеніне сену қиын. Құдайдың сүйіспеншілігі шартсыз деген шындықты түсіну қиын. Өйткені көпшілігіміз Құдайдың бізді қабылдауы игі істерімізге негізделген деп ойлаймыз. Алайда Құдай ондай емес. Тыңдаңыз. Бұл өздеріңіздің жетістіктеріңіз емес, Құдайдан келген сый. Ефестіктер 2 тарау 8-9 аяттар. Егер сіз Құдайдың рақымымен құтқарылдым деп сене тұра, бірақ өз істеген ісіңіз арқылы ақталуға тырыссаңыз, онда сіз күнәға батқан сайын өзіңіздің оның сүйіспеншілігіне лайықты екеніңізді дәлелдеуге мәжбүр боласыз. Бұл құтқарылу емес. Жақыптың хатында былай делінген: ал Тәңір бізге рақымын ағыл-тегіл молынан сыйлады. Жақып 4 тарау 6 аят. Абыржымаңыз. Өміріңіздің соңына дейін Құдайдың рақымы еш таусылмайды. Петр айтқандай, Құдай өзіне сенуші сендерді құдіретті күшімен қорғап, заманның ақырында осы күнәһар дүниеден құтқаратын болады. 1 Петр 1 тарау 5 аят. Сенім деген сөз Мәсіхке ғана сену дегенді білдіреді. Бұдан артық ештеңе талап етілмейді және бұдан кем ештеңе жарамайды. Иса: енді түгел орындалды деген кезде Құдайдың бізге қойған барлық талаптарын орындады. Сіз: ал игі істер ше? деп сұрайтын болсаңыз, игі істеріміз иемізге оның істеген барлық игіліктері үшін алғыс айтудың жолы ғана болып табылады. Құдайдың керемет рақымына алғыс айтыңыз.